Қазір неге аутизм, ЗПР, ЗПРР, УО балалар көп болып кетті? Осыдан 20-30 жыл бұрын бұл бұзылыстар өте аз болатын. 1970 жылы 5000 баланың біреуінде ғана аутизмнің белгісі байқалатын. Ал 2025 жылы Қазақстанның өзінде 500 мың балада аутизмнің белгісі бар. Ал ЗПР, ЗПРР-дің белгісі тіптен көп. Неге? Себебі ол бұзылыс кейбір балаларға нақты қойылмаған. Қазіргі таңда маман есебінде мен күнде әр сағат сайын нені байқаймын? Балам 5 жасында сөйлейді. Менің үлкен балам 5 жасында сөйлеген. Әкесі 3 жасында сөйлеген. Атасы апарғызған жоқ, сөйлеп кетеді, біздің тұқымымызда барлығы солай сөйлейді дейді. Сөйтіп жүрген кезде 5 жаста бала миының нейропластичності тоқтайтынын білесіздер ме? 5 жастан кейін мамандар пробит патолог дейді. Яғни 5-4 жастағы секілді баланың миы болмайды. Ол ғылыми түрде дәлелденген. Бұл бұзылыс күннен күнге өршіп бара жатыр. Ал енді оның алдын алу үшін біз не істейміз? Ерте жастан диагностика. Құрметті аналар, балаңыз 9-10 ай болды ма, бірден диагностикаға алып барыңыздар. Я балада бұзылыс болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Болған жағдайда қатарына баланы өте тез ерте қосып жіберетін боламыз. Әрине, кез келген жас ерте емес, бірақ та міндетті түрде диагностикадан баланы өткізуіңіз қажетсіздер.